Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгінгі сабақ дәнекерлеу ісі мамандығы бойынша тақырыбымыз түсіру қосылыстары. Қазіргі уақытта барлық өндірістік салада дәнекерлеу жұмыстары кеңінен қолданылған. Түсіру қосылыстары мен металл конструкциясыларынан жасалған құрал салынатын ғимараттар мен машина құрылысындағы басқа да көп салаларда қолданысқа ие. Сабағымыздың мақсаты түсіру қосылыстарының геометриялық үлгілерімен танысу және оларды ажырата білу. Әр жұмысты бастамас бұрын алдын ала дайындама жұмыстары жүргізіледі. Оған термиялық өңдеу, түзету, майыстыру, белгі салу, жинау операциялары жүргізіледі. Егер металдың қалыңдығы 5 мм-ден асатын болса, металл жиектерін өңдеу керек. Жиектерді өңдеу түрлері. Өткен сабақта жиектерді өңдеулердің түрлері, бірнеше түрлерін өткен болатынбыз. Көрсетілген сызбаға қарап, жиектердің геометриялық үлгілеріне зейін қойып атаңыз. Жиектерді өңдеу түрлері. Бірінші, жиектерді В тәріздес түйіспе. А нұсқасы жиектерді В тәріздес түйіспе. Шеттер У тәріздес түйіспе. Б нұсқасы шектері У тәріздес түйіспе. Шеттері X тәріздес, X тәріздес. Шеттері К тәріздес, К тәріздес. Өздеріңіз жоғарыда айтылып кеткендей, яғни бұл металдың 5 мм-ден жоғары екенін білеміз. 5 мм-ден жоғары металл қалыңдығы болса, онда міндетті түрде осындай өңдеу керек. У тәріздес, X тәріздес. Дәнекерлеу қосылыстарының түрлері, бірнеше түрлері бар бұл дәнекер қосылыстарының. Металл құрылымдарына байланысты әртүрлі тәсілмен дәнекерленеді. Әр құрылымына байланысты әртүрлі тәсілмен дәнекерленеді. Әр көрсетілген қосылыстар металдың конструкциясының беріктігіне жауап береді. Қаттылығына, пластикалық төзімділігіне қарай қолданылады. Сонымен қатар әр қосылыс металдың деформация ұшырамауына өз әсерін тигізеді. Қосылыстар стандартқа сай жасалады және көрсетілген нормаларға тыс болмауы тиіс. Түйіспе қосылыс. Түйіспе қосылыс дегеніміз екі металды бүйірінен бір-біріне түйістіріп дәнекерлеу. Дәнекерлеу көбінесе төменгі қалыпта дәнекерленеді. Егер металдың қалыңдығы 10 мм-ден жоғары болса, онда екі жақты дәнекерлеу жүргізіледі. Дәнекерлеу процесінде ең көп қолданатын қосылыс болып табылады. Бұрыштық қосылыс. Бұрыштық қосылыс дегеніміз екі металл пластинаның шеттері 90 градуста орналастырып дәнекерлеу. Көбінесе металл құрылымдарында бұрыштық қосылыстар қажет етеді. Бұндай қосылыстар дәнекерлеу кезінде біршама қиындықтар туғызады. Олар доғаның қалыпты жағуына кедергі келтіреді. Сонымен қатар металды күйдіру және көптеген ақаулар пайда болуы мүмкін дәнекерлеу кезінде. Жапсарлы қосылыс.
Жапсарлы қосылыстардың бір түріне жатады. Бұндай металл пластиналар бір-біріне шама беріп қосылып бекітіледі. Көбінесе жауапты күрделі, жүктеме көп түсетін жерлерде қолданылады. Пластиналар астыңғы және үстіңгі бет жағынан дәнекерленеді. Астыңғы және үстіңгі бет жағынан дәнекерленеді. Таврлы қосылыс металл пластиналарының бір-біріне бұрышпен орналасқан. Екі бөлікті біріктіру, яғни бір бөліктің бүйіріне бетіне 90 градус бұрышпен жапсырылады. Бұл қосылыстар көбінесе металл құрылымдарына, тіреу бұрыштарына, берік қосылыстарына дәнекерленеді. Деформацияға ұшырамауына кеңінен қолданылады. Яғни, таврлы қосылыстарда бір жақты дәнекерлеу және екі жақты дәнекерлеу болады. Көрсетілген суретте бір жақты дәнекерлеу. Бір жақты және екі жақты дәнекерлеу. Бір жақты және екі жақты дәнекерлеу, жік салу дегеніміз, ол металл қалыңдығы 10 мм-ден кем болмаған кезде бір жақты. Ал егер 10 мм-ден асқан жағдайда екі жақты жік салынады. Себебі дәнекерлеген кезде металл қалыңдығы артқан сайын дәнекерлеу жігі шала болады, пісірілмей қалады. Өйткені металл пластинаның жіктерін электр доғасы толығымен бақыта алмайды. Жік түзілмей қалады. Яғни, бір жақты дәнекерлеген кезде осылай ғана дәнекерленіп қалады. Яғни, мына жағы, темірдің екінші жағы дәнекерленбей, өзінің беріктігін жоғалтады. Ал екі жақты дәнекерлеген кезде пісіру ваннасы балқытып, екі жақтан да дәнекерленеді. Сәлеметсіздер ме? Сіздерге дәнекерлеу қосылыстардың іс жүзінде орындалу процесін көрсеткім келеді. Дәнекерлеу қосылыстар жасау үшін бізге 3D150 төмен көміртекті ST20 болат пластиналар қолданамыз. Табақшамыз 3 мм болғандықтан, оның жиектері өнделмейді. Сонымен қатар, электрод диаметрі 3 қолданамыз, ток күшін 70-90 ампер аралығына қоямыз. Дәнекерлеу жұмыс бастамас бұрын дайындама жұмыстарын жүргіземіз. Олар түзету, тазалау, бекіту, жинау және іліндіру жұмыстар жатады. Осы жұмыстар орындалғаннан кейін дәнекерлеу жұмыстарын бастаймыз. Түйіспе және жапсарлы қосылыстар дәнекерлеу үшін электрод өзімізге қарай 45 градус ұстаймыз. Ал бұрыштық таврлы дәнекерлеу кезінде электрод өзімізге қарай 45 градус ұстап, металл бетіне 45 градус шалқайтамыз. Өйткені дәнекерлеу кезінде табақшаларды бұрыштарымен бір қалыпты дәнекерлеуіміз керек. Дәнекерлеу жұмыстарын біткеннен соң металл толық суығаннан кейін ғана жікті тазалау керек. Келесі кезең дәнекерлеу жұмыстарын бастаймыз. Бірінші жұмыс ол түйіспелі қосылыс.
Келесі жұмыс абырлы қосылыс. Келесі қосылыс жапсарлар қосылыс. Келесі қосылыс бұрыштық қосылыс. Осымен дәнекер жұмыстар аяқталды, қосылыстың барлық түрлері орындалды. Көрсетілген суретте қосылыстардың түрлері бар. Осы түрлерін бірінші сурет, екінші сурет, үшінші сурет арқылы осы суреттер қандай қосылысқа жататыны анықтайсыздар. Білім алушылар, осы сабақ қызықты өтсе, суретте көрсетілген сурет смайликтерін бағалаңыз, арқылы бағалаңыз. Яғни бәрін түсіндім, әлі де көп білгім келеді, көмекті қажет етемін. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға көп рахмет.